Достар, сәлеметсіздер ме? Бүгін міне біз Жум магазиннен, арнайы интернет магазиннен киви кошелекпенен төлеп ақшасын бір затты алып көреміз. Жалпы мен өзім киви кошелегімде аса не жоқ, қалған кішігірім тиын бар еді, соған видео түсіру үшін мына затты алып көрейін дедім. 83 теңгеге мына гүлдің ұрығын алып көретін сияқтымыз біз. Осы гүлді алып көрейік, егіп көрейік, ол үшін купить басамыз. Ой, нені таңда дейді. 10 штук дегені купить. 83 теңге. Мына жақта міне тағы купитті басамыз. Бұрышта тұрған бір зат. Ал егерде сіздерге тағы да қосымша заттар болса, мыналарға птичка қойып шықсаңыздар, мыняқа теңге, міне сумасы көбейе береді. Оларды менде қазір киви кошелегімде әшейін кішігірім ғана ақша бар, сондықтан мен осыны ғана жалғыз өзін купить деп басам. Сетіне шар болып тұр, қайта-қайта айналып өз. Көп айналып кетті. Міне, менің жаңағы нем. Оплатить дегенді басамыз біз. Оплатить. Мына жерге продолжить. Менің кивиіме уже түсті. Оплатаны подтверждение жасау керек. Демек, мен кивиіме кіруім керек деген сөз. Міне мына жақтан кіре салайын мен кивиге. Міне уже түсіп тұр, себебі міне ол оплатить деп мына жерге өзі 87 теңгенің астына пайда болды киви кошелектің ішінде. Мен соны басамын. Оплатить деп тағы да басамын. Платеж прошел успешно дейді. Я кетті деп тұр. Енді міне көрдіңіздер ғой, үш-ақ не, үш-ақ теңге қалып тұр. 3,84 теңге ғана қалды менде, себебі төлеп жібердім деген сөз. Не осылай. Енді менің жаңағы гүлімнің ұрығы келеді, алла берса.